Болған бір оқиғаны ғұламаларымыз айтады. Мынау Шам өлкесінде болған дүние ертеректе. Аштық болады, қатты қиналып, Әбу Наср ас-Сайяд деген кісі 3 күн нәр татпайды, баласы, әйелі қатты қиналып шейхтің алдына келеді. Мына дүниеде өзі рухани қиналса да, материалды қиналса да мешітке келеді ғой адамдар. Шейхтің алдына келеді. Әбу Наср ас-Сайяд Ахмад ибн Мискин деген шейхтің алдына келіп жағдайын айтады. 3 күн болды нәр татпадық, қиналып кеттік, ашаршылық. Сонда Ахмад ибн Мискин жүргеттік деп қолынан ертіп теңіздің жағасына алып келеді. Теңіздің жағасына әкеп алақан жайып дұға етеді. Я Рабби, я Раззақ, бізге өзің қазинаңнан жеткіз, бізді ризықтандыр деп ауды тастайды. Мына дүниеде бізге әрекет жасауды бұйырады. Нәтиже Құдайдың қолындағы нәрсе. Нәтижеге біз сұралмаймыз. Қалай болады, не қылады, оны Алла өзі біледі. Біздің міндетіміз не екен? Әрекет жасау. Мариям анамызды білесіз ғой? Құрма талын қозғалды дейді. Қандай тал еді ол? Кесіліп, құрғақ, әшейін тұрған дөңке. Ол өсіп тұрған дүние емес. Бірақ қозғалту, әрекет жасау біздің міндетіміз. Сол жерден тап-таза құрма түсіріп береді Алла саған дейді. Түсіріп беріп таза құрма жейді. Босанып болғаннан кейін. Ана тал ол кесіліп тастаған. Ол көшеде тұратын. Ешқандай несі жоқ, кесіп тастаған жан-жағын бәрі. Яғни біздің міндетіміз әрекет жасау. Одан кейін беру Алланың қолында. Сол үшін әрекет етуге біз талаптымыз. Ауды тастап, үлкен бір балық түседі. Ахмад ибн Мискин, әлгі шейх, мына балықты алды, базарға апарып сатып, бала-шағаның қажетіңді алып барып. Базарға апарып сатады да, есесіне 2 тамақ алады. Фатира деп араб тілінде толыққанды бір порцияда емес, азын-аулақ, жарты порциядан да азын-аулақ тамақ, 2 тамақ алады, біреуі тәтті, біреуі ет ауқат. Қуанып үйіне келе жатып, шейх есіне түседі. Сол кісінің дұғасы болмаса, балық түсірмеді. 2-ның бірі аулап отыр ғой қазір, ешқайсына түспей жатыр ғой. Мен шейхке алып барайын, сол кісінің үлесі бар ғой деп шейхтің алдына барады. Я шейх, мынаның бір қалағанына алыңыз. Сіздің де ақыңыз ғой енді. Сонда шейхтің жауабы: "Лау арадна ал-фатирата ма харajat as-samaka." Егер мен осыны меңзегенімде, онда балық шықпайтын еді дейді. Мынау шығып қалса, бай болып кетсе, жартысын маған бөліп беретін шығар, Құдай қаласа, канауым мен деп жаңа. Өйткен жоқпын мен Құдай үшін істедім ол амалды. Құдай үшін істегенің үшін Құдай сені ұялтпайды екен дүниеде де. Шейх деп келіп отыр оған. Шығар жол тауып беріңізші, 3 күн болды деп. Ол барады, шықпай қалса, позор. Ондай нәрсе жоқ оларда. Құдай үшін істеп жатыр ол. Мейлі шыға ма, шықпай ма, Алланың ісі. Егер мен осы нәрсені меңзегенімде балық шықпайтын еді ондай болса. Дүниеде де келеді біздің алдымызға кейде. Мына істеп беріңізші, үйтіп беріңізші, араша түсіңізші, бүйтіңізші. Сол кезде егер сен Құдай үшін деп барсаң, Құдай сені қорғымайды, азорғымайды. Ертең күні мынаған көмектесіп берсем, бұл да өсіп кетеді, жоғарыда отырса мені ұмытпайды ғой. Ондай ниетте болатын болсаң, сол ниетіңе жараса аласың. Лау арадана ал-фатирата ма харajat as-samaka. Балық шықпайтын еді егер мен мынаны меңзесем. Бар ана одан да қуанып жатыр. Өз тамақты алып жатыр. Бір қуаныш, ана шейхтің ана уағызы қандай рухани. Мына жақта отырған біз естіп отырған өзіміз әсерленіп қаламыз. Болып жатқан адам ол әсерленіп үйіне келе жатса, бір ана мен бала жолда жылап отыр. Аштықтан қиналып. Анандай караматтарды көріп, андай уағызды естіп келе жатқан адам, жүрегі жібіп келе жатқан адам не істейді? Ананы көреді де, мынаны берсем, тәттіні жегісі келіп қала ма, тәттіні берсем, етті жегісі келе ма? Екеуінде бересің дейді. Екеуінде бересің. Қуанып, ананың көзінен жас шығып, бала қуанады. Екеуіне қарап, бұл да қуанады. Біраз уақыттан кейін үйге бару керек қой, үйге не апарам? Сен ғой әйтеуір ұрып тұрсың, рухани тола. Үйге материалды нәрсе керек қой, олар оны көріп тұрған жоқ. Сөйтіп тұрған кезде базардан айқайлап, енді базарға келеді, тағы бір нәрсе боларым деп қайттан келіп, базарда біреу айқайлап жүр дейді. Әбу Наср ас-Сайядты көргендерің бар ма? Әбу Наср ас-Сайяд. Алдымдар көрсетеді, анау. Қасына келеді, сен ба Әбу Наср? Иә, мен. Сен әкең менімен бірге жұмыс істеген кезінде. Соның қалдырып кеткен дүниесі бар еді мәсаған деп 30 000 дирхамды әкеп береді. 30 000 дирхам. 5 дирхамға бір қой сатып аласың. 30 000 дирхамды алып, миллионер болып кетеді аяқ астынан.
апта сайын 1000 дирхам беріп тұрады екен садақа. Апта сайын. Байып кеткен ғой енді. Бір күн ұйықтап қалады. Ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде Хақ Субханаху ва Тағаланың құзырына тұрып есебі қаралып отыр екен. Абу Наср ас-Сайяттың амалын таразыға қойса, күнәсі басым дейді. Сауабы жеңіл тартып тұр дейді. Анау жан айқайы шығады. Ей, қайда анау апта сайын 1000 дирхамдар деп. Жаңа айттық қой, бір арқа сүйетін амалдарымыз бар ғой. Сол жерде де айқайлайды екенбіз. Қайда анау деп. Дәл осыған ұқсас бір оқиғаны имам әріптесім айтып берген еді маған. Түс көрдім дейді. Түсімде жаным суырып алды дейді. Жаным шығып тәніме қарап тұрмын дейді. Бірақ түс секілді емес дейді. Тура өңімдегідей болып жатыр. Тәнімді көріп тұрмын дейді. Алды да ұшырып әкетті дейді. Доли секундтың ішінде жер нүкте болып қалды дейді. Бір сәтте апарып тұрғызып қойды. Бұны неге алып келдіңдер, тозаққа лақтыра салыңдар деп айтты дейді. Имам біреу араша түсіп жүгіріп жүр дейді. Біреу араша түсіп жүгіріп жүр. Бұның мына амалы ше, ол пәленше үшін. Мына амалы ше, ол анау үшін істеді. Валлахи дейді, өмірде шынымен де соған деген кетіп қалған ниеттердің бәрін сызып беріп жатыр дейді. 2010-да болған жағдай. 11 ме? 11. Жоқ, 10. Бәрін сызып жатыр дейді. Содан өзімнің дейді, әлгі студенттік кезім бар дейді. Шетелде жүріп, 2 жылға $20 жеткізгем дейді, 2 жылда. Енді не деген тақуалығын ойлашы. Нәпсі үшін істеген құртпаған, не қылмаған, медреседен шықпаған, кітап оқыған, көшеге деген шықпаған. Соны айтам ғой дейді жаңа. Ей, шәкірттік кезеңім деп дейді. Соны айтқан еді, ол шешесі үшін деп айтты дейді. Ол амалы шешесі үшін. Кейде болады ғой, балдардың арасында бәсекелестік. Жаңа ұнау әке-шешесіне, оны әке-шеше де кейде кінәлі болады. Жаңа бір баласы өсіп қалып жатса, ойбай сол келмей жатып дастархан басталмайды, сол келсін кеңеске деп жаңа. Ол да дұрыс емес. Балдарды алалау. Бала не істейді? Мен анадан өтуім керек, оның үстіне егер қатын андай болып жатса, сені менсінбейді, ананы күтеді, алауыздық пайда болады. Үмітті үздім дейді. Ең сеніп тұрған амалымды сызып тастаған екен, үмітті үздім дейді. Содан айтыр, уақыт бермеңдерші, мен барып бауырыма тапсырып кетейін дегенім. Анау жүріп дейді, тоқта, үмітті үзбе, тағы айтайық деп араша түсіп. Содан мүмкіншілік берді, қайтарды дейді. Айтып келсем басымда бәрі жылап отыр дейді. Тәнімнің алдында дейді. Бәрі дейді өңімдегі дейді, қайтып салды дейді. Денем парша-парша болды дейді. Тардай шашылды дейді. Қайтып жанымды кіргізіп оянып кетсем түсім дейді, үсті басым су. Енді Аллах Тағаланың сүйген құлы екенсің ғой дедім мен оған. Өміріңнің тірі кезінде қай амалың өтеді, қайсысы өтпейді саған көрсетіп берді ғой. Басынан бастай берсең болады екен ғой деп. Біз арқа сүйеп жүрміз ғой өзімізше кейбір амалдарымызға. Кім біледі ол Құдайдың құзырында қандай деңгейде ол. Анау үшін, мынау үшін деп сызып тастаса ертең, оны имам үшін істегесін, ананы, әкең үшін, ананы, көршің үшін, ананы, әкім мақтасын деп. Не қылады сонда өзіміз? Абу Наср ас-Сайят айқайлай жібереді, қайда 1000 дирхамдар? Қайда ана апта сайынғы беріп жатқан 1000 дирхамдар? Көрінбей жатыр ғой мына жерде. Алып келіңдер. 1000 дирхамдарды алып келеді, апта сайын беріп жатқан. Таразыға қойса, мақтадай салмағы жоқ дейді. Алып келеді, амал. Тұр, салмақ жоқ. Неге? Десін, көрсін, мақтасын. Үмітті үзіп тұрған кезде, басқа бұның амалы жоқ па десе, бар деп айтады. Қандай амалы бар десе, 2 тамақ бар деп айтады. Фатиратайын, 2 тамақ бар. Анау 2 тамақ не болады ол мына жерде? 1000 дирхамдар түк болмай тұрған кезде. Алып келіп 2 тамақты қойса, таразы тең басты дейді. Түсіндеп отқан жағдай. Таразы тең басты дейді. Кішігірім тамақ, бірақ салмақты. 1000 дирхамдардың қасында салмақты. Неге? Сен ұмытып кетесің ғой оны. Апта сайын 1000 беріп жатқан кезде, мен кезінде 2 порция тамақ бергенім демейсің ғой оны. Мына жақта үлкендері бар ма сенде беріп жатқан? Жақсылық жасадың ба, ұмытып кеттің. Мына бір тастақта бір бабамыз жүретін еді. Ертеде кеткен, Мәдинада тұрған, Қабулда тұрған, елге оралып. Сол кісінің бір айтатын сөзі бар еді. Шағыл кісі ғой, 90 асып еді. 2 нәрсені ұмыт дейді. Біреуге істеген жақсылығыңды ұмытып кет дейді.
Біреудің саған істеген жамандығын ұмыт дейді. Онымен өмір сүре берсең қиын да. Ана бір мысалық келтіреді ғой, бір кешіре алмай жүрген. Бір қап картошканы береді да, осыны арқаңнан тастамай алып жүрді. 2-3 күннен кейін шірейді, анау сасиды. Мына қашан қарақалап жүрем, жүре тұр дейді. Қиын ғой, мына сасып кетті ғой. Дәл осындай нәрсе. Мына жағын шірейді ол. Арқалай берме оны, кешір, не аласың оны? Ішіңде ұстап жүре беріп ол біреуге деген боғыз, күр. Жібер оны, тазала. Рахаттанасың одан. Ана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жәннати деп сипаттайды ғой адамды. Қазір бір жәннати адам кіріп келеді дейді. Қолтығын кебісін, қолтығына қыстырып біреу кіріп келеді, отырады, қарайды. Бәдәуи біреу. Екінші күн тағы, үшінші күн тағы артынан түседі. Барып қараса, соңында істейтін амалы не? Сонда жататын кезде мынаяғын тазалап жатады, болды. Ешкімге ренжімейді. Кешірдім бәрі. Болды, сол-ақ екен. Басқа ешқандай амал да жоқ. 3 күн қатарынан жәннати деп соны сүйіншілеп жатыр. Бұғыз, күрх деген нәрсе шірітеді мына жақты. Қиналасың онымен. Өмір сүру қиын болса. Соны жаңағысы айтады, екі нәрсені ұмытып кет дейді. Біреуге істеген жақсылығыңды ұмыт, біреудің саған істеген жамандығын ұмыт дейді. Екі нәрсені ұмытпа дейді. Біреудің саған істеген жақсылығын ұмытпа ешқашан. Ұмытпа ол дейді. Саған жақсылық жасады. Адамдарға жақсылық рахметін айта алмадың ба, Құдайға да рахмет айта алмайсың. Одан кейін өлімді ұмытпа дейді. Үнемі өлімді еске алып жүр. Таразы тең түсті. Енді не істейді? Бір жақты болу керек қой, дұрыс па? Таразы тең түскен кезде бір жақты болу керек. Жәннати, тұзақ. Басқа амал жоқ па десе, бар деп айтады. Не бар? Бір қуаныш пен бір көз жасы бар. Сонда жаңағы әйелдің жылап көз жасы, тамызғаны, баланың қуанғаны, ол да бөлек сауап болып жазылады екен. Біреуге қуаныш сыйлаудың өзі де бір сауап екен. Сөйтіп оң жағы басылып түсіп, жәннати деп сүйіншілеп жатқан кезде оянып кетеді ғой жағы түсінен ояна салып, баяғы шейх Ахмад ибн Мискиннің сөзі еске түседі. Не деген еді? Лау арадана ал-фатирата ма харajat as-samaka. Егер мен осыны ойлағанымда балық шықпайтын еді дейді. Яғни пайдаға аспайтын еді деген, егер есесін ойлап тұрсың. Я мен саған берем, сен де маған берсең. Жоқ, Құдай үшін болды. Алла үшін деген нәрсе әрбір амалда болу керек. Ол амал сен дүниеде де құтқарады, ақыретте де құтқарады. Таразы тең басып тұрған Ахмад ибн Абу Наср ас-Сайяттың оң жағы басып түсті дейді. Қиметте таразы тең басып тұратын тағы бір әйелдің мысалын келтіреді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Еске түсіп кетті. Таразы тең түседі екен бір әйелдің. Бір жағы басым болу үшін мен саған бір мүмкіншілік берейін, дүниеде саған нығмет бердім. Соның бірі перзент. Бар бір перзентіңнен Субханаллахтың бір сауабын алып кел, мына жақты басым болып сені жіберейін дейді. Субханаллах деген тәсбихтің өзі мына дүниеде айтып отырсың ба, ар жақта жәннатта бір тал егізеді дейді Алла Тағала. Бір Субханаллах дедің, бір тал егізеді. Оның биіктігіне ең ұзақ өмір сүретін құстың өзі ұшып өмір таусылады, шыңына жете алмайды. Оның ені түйе өмірге келе салып жүріп, айналып тоқтамай жүріп өмір таусылып кетеді, бірақ ананың енін айналып кете алмайды дейді. Бір Субханаллах. Біз дүниеде істеген ісіміздің есесін дүниеде алғымыз келеді да. Егер Құдай дүниеде беретін болса, мен 10 рет Субханалла деп айтып мына дүниені жаулап аламын ғой. Сол үшін дүниеде емес, ақыретте береді Аллах Тағала. Мына дүниеде жай соның бір несі, белгісі, бұшырасы, сүйіншісі осы дүниеде. Негізгісі берілетін сауап ақыретте. Бір Субханаллахтың сауабын алып кеш деген екен. Субханаллахтың бір сауабын алып кеш. Мен сені жәннатқа кіргіземін. Әлгі нәпси деп әркім өзінің нәпсісін ойлап жүгіріп жүрген алаңда бір перзент тауып алады қызын. Қызым маған жетпей жатыр, бір Субханаллахты берші. Субханаллахтың бір сауабын берші, мен сені жәннатқа кіріп кетейін деп тұрмын. Сен маған Субханалла не екенін үйреттің ба? Не деп тұрсың сен? Кір жууды үйреттің, дастархан жайызуды үйреттің, үтіктеуді үйреттің, үй жууды, байға қызмет бәрін үйреттің, Субханалланы үйреттің бе сен маған деп. Жәннатқа кеттің деп тұрма, мен мына жақта тозаққа қалып кетейін деп жатыр деп. Жүр менімен бірге, сен себепшісің деп шешесін тозаққа жетелейді. Ол тек қыз бен шешенің арасы емес, әке мен баланың арасында әбден болуы ол да мүмкін. Себебі Аллах Тағала «Яума яфиррул мар'у мин ахиhi ва уммиhi ва абиhi ва сахибатихи ва баниhi». Адам баласы әйелінен, бала шағасынан, әке шешесінен қашады ол дейді. Неге? Менен сұрақ қалмасын бір нәрсе. Осы ет бізге айтпаған демесін деп қашады дейді.
әркім нәфси деп жүгіретін кезде. Алла субханаху ва тағала сондай қиын күні біздің істеген салих амалдарымызды қабыл етіп, амалдарымызда ықыласты болған болып, солармен сол қиыншылықтан Алла тағала баршамызды құтқарсын.